2015 жылдың желтоқсанында тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әлемнің осы бөлігінде, яғни Евразия жүрегінде халықаралық қаржы орталығын құру секілді өршіл жобаны бастама ретінде көтерген болатын. Құру сияқты өршіл жобаны бастама ретінде көтерген болатын. Біз бұл бастаманы мүмкіндігінше барынша жоғары деңгейде, Конституция деңгейінде қолдадық. Астана халықаралық қаржы орталығына ата заңымызда ерекше мәртебе берілді. 5 ірі компания біздің биржада жекешелендірілетін болады. Біз Самұрық Қазына қорының басшылығымен түсінісіп келісімге келдік. Бірінші болып саудаға шыққан компания Қазатомөнеркәсіп өз акцияларының алғашқы 15%-ын және таяуда ғана тағы 4%-ын сатты. Бұл Лондонда және біздің елде өткен қосарлы листинг болды. Соңғы транзакцияның қорытындысы бойынша өз биржамызда Лондонға қарағанда көбірек ақша жинадық. Үлкен прогресске қол жеткізгенімізді қуана атап өткім келеді. Біз 18 айдың ішінде ғана AIX-тің негізін қаладық. Бұл әлемдік рекорд. Біз ең жоғарғы қауіпсіздік стандарттары бойынша ISO сертификаттауынан өттік. Біз мультивалюталық есеп айырысуды қамтамасыз ете алатын Азиядағы немесе Европадағы жалғыз биржамыз. Астана халықаралық қаржы орталығы инвестицияларды доллар, евро, Швейцария франкі, юань және рубльмен жүзеге асыруға болатын бірегей алаң. Астана халықаралық көрме орталығы әлеуетін экономикалық өсу мен инвестициялар тарту үшін барынша пайдалану қажет. Биржа жұмысы реттелген. Компаниямыз AIX-те белсенді сауда жасап, нарық көлеміне елеулі үлес қосуда. Уақыт өте құралдарда, акцияларда көбейіп, өтімділік артады. Және AIX биржасын қауіпсіздігі мен жұмыс тетіктерінің қарапайымдығы үшін бүкіл әлем мойындайды деп үміттенем. Қазақстан әлемдік деңгейдегі инфрақұрылымды ұсынып отыр. Біз Дубай, Сингапур және басқа да ірі қалалардағы орталықтармен жұмыс істейміз. Сондықтан амбициялардың өзін айтпағанда, осы ұсынылған мүмкіндіктердің барлығы халықаралық ауқымға ие екенін растай аламыз. Шетелдік инвесторлар, әсіресе Қытай инвесторлары осы жаңа әрі қарқынды даму үстіндегі нарықтан инвестициялық мүмкіндіктер іздеуде және Қазақстанмен бірге экономиканы дамытуға қосылуға үміттеніп отыр. Биыл біздің басты мақсатымыз Орталық Азия өңірінде юаньмен есеп айырысу және клиринг нарығын құрғымыз келеді. Сол үшін де AIX-тің осы бағытта, әсіресе Қазақстан мен Орталық Азия елдерінде қарқынды дамығанын қалаймын. AIX ретке келтірілген инфрақұрылымды, бірегей құқықтық жүйені, бірегей нормативтік ортаны, сондай-ақ басқа капитал нарықтармен өзара әрекеттесу үшін жоғары білікті кәсіби командасы пайдаланып, жақсы позицияға ие болды. Бұл биржаның негізін қалаған мемлекет ары қарайда дәйекті әрі жүйелі әрекет етеді және айтылғандай облигацияларды орналастыру, мемлекеттік мүлікті жекешелендіру ең бірінші кезекте осы биржада жүзеге асады деп үміттенеміз. Бұл алаң бағалы қағаздардың келесі орналастырылу кезінде олардың инвесторлардың кең ауқымына тек институционалдық қана емес, сонымен қатар жеке инвесторлар үшін де қол жетімді болуына мүдделі болғанын шын ниетіммен қалаймын. Бұл орналастыруларға 10 мыңдаған инвестор қатыса алатындай болу керек. Сонда биржаға да өтімділік келер еді. Біз эмитенттер үшін қолданылып жатқан талаптардың барынша икемді екенін көріп отырмыз. Негізі AIX құрған инфрақұрылымның деңгейі жоғары екенін және ары қарайда жақсы жаққа дамып жатқанын көріп отырмыз. Өңірде өте үлкен инвестицияларды қажет ететін әлі де көп бастамалар бар. Атап айтсақ, бұған соңғы уақытта қарқынды дамып келе жатқан геологиялық барлаудағы юниорлық жобаларды жатқызуға болады. Олар үлкен инвестицияларды талап етеді және инвесторлардың өздері бұл жобаларға салым жасауға үлкен қызығушылық танытып отыр. Біз айтылған жоспар бойынша қазақстандық объектілерді жекешелендіруді жалғастыруымыз керек. Әрине, біз дүниежүзілік нарықтың жай-күйіне биржаға қараймыз. Дегенмен, белгіленген жоспарды өзіміздің Астана халықаралық көрме орталығы биржасы арқылы жүзеге асыруды жалғастыру қажет. Дүниежүзінің халықаралық қаржы орталықтарының сеніміне кіру керек.